Сәлем, сіздермен бірге мен Мырзабек Нұрсұлтан Lightroom қолданбасына арналған бейне сабаққа қош келдіңіздер. Дұрыс. Бүгін біз сіздердің ұялы телефондарыңызға түсірілген суреттерді өңдеп үйренетін боламыз. Ең алдымен неге Lightroom дейтін сұраққа жауап берейін. Қазіргі таңда бұл программаны пайдаланатын көбінесе фотографтар мен блогерлер, өйткені бұл программа шын мәнінде де көп функциясы бар. Сіздердің суреттеріңізді көп адамдар тамсанып қарайтындай мүмкіндік жасап бере алатын құрылғы болып табылады. Ендеше кеттік. Ең алдымен сіздерге Lightroom-ды өз ұялы телефоныңызға Play Market немесе App Store-дан жүктеп алу қажет. Онымен сізде ешқандай қиыншылық болмауы тиіс, өйткені бұл программа тегін. Жазып алғаннан кейін Lightroom қолданбасына кіреміз. Бұл жерде сіздерде бос парақша ашылады. Менде әрине суреттер тұр. Өңдейтін суретіңізді ашу үшін бұл қолданбада астында тұрған импорт батырмасына кіріп, өңдейтін суретіңізді таңдайсыңыздар. Әрине мендегі бұл сурет профессионалды камераға түсірілген, бірақ телефонға түсірілген суретпен техникалық жағынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Телефонға бұдан да әдемі суреттер түсіруге болады. Алдағы уақытта мобилография жөнінде возможно сөйлесетін боламыз. Ештеңе етпес, возможно деп қалай берсін. Мүмкін сөйлесетін боламыз. Бұйырса, бүгін тек өңдеумен ғана айналысамыз. Көріп отқаныңыздай төменгі жақта орналасқан авто, свет, цвет эффекті және тағы да басқа батырмалары бар. Соның ішінде аталған 3 басты маңызды функция туралы сөйлесетін боламыз. Автодан бастайық. Автоға бассаңыз, Lightroom сіздің суретіңізді өз қалауы бойынша дұрыстауға тырысады. Нәтиже әр кезде әртүрлі, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Біздің жағдайда сурет жаман емес сияқты. Бірақ біз бүгін бәрін өзіміз жасап үйренетін боламыз. Сондықтан жоғарыда тұрған, бейтіп тұрған көрсеткішке басып, істеген әрекетімізді кейін қайтарамыз. Кейінгі уақытта бірдеңе сізге ұнамай қалып, немесе бір нәрсені дұрыс жасамаған жағдайда бұл батырма арқылы істеген әрекетіңізді кейін қайтарсаңыз болады. Үйрету барысында мен мына суретімді өңдейтін боламын. Бұл нақты дәл осылай істелу қажет деген сөз емес. Әр сурет әртүрлі, сіздің суретіңіз басқаша өңделеді, әрине өз талғамыңызға сай. Свет батырмасы. Бұл жерде біз суреттің жарық және қараңғы аудандарымен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жерде тез түсіндіріп кетейін. Экспозиция арқылы суретіңізді жарық немесе қараңғы қыла аласыз. Контрастность суретіңіздің қараңғы нүктелерін түсіріп, ал жарық нүктелерін көтереді. Астындағы светлые области және тени батырмалары қараңғы жарықтықпен жеке жұмыс жасауға бағытталған, ал белый және черный тікелей ақ және қара нүктелермен жұмыс жасайды. Көріп отқаныңыздай жоғарғы жақта кривые, яғни қисықтар батырмасы бар. Бұл жерде дәл сол функциялар тек басқа форматта берілген. Онымен қоса бұл жерде RGB түстермен жеке жұмыс жасауға мүмкіндіктер бар. Бірақ ол тағы бір видеоға арналған тақырып кейінірек бұйырса түсіндіретін боламыз. Әрі қарай кеттік. Цвет батырмасы. Бұнда әрине суреттің түстерімен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жерде әрине бәрін толықтай түсіндірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Температура суретіңізді тікелей салқын немесе жылы аудандарға, қарапайым тілмен айтқанда көк немесе сары тондарға бояйды. Дәл сол тәрізді оттенок суретті жасыл немесе күлгін түске бояйды. Астындағы насыщенность және красочность батырмалары суреттің нақты түстерін күшейту немесе түсіруге бағытталған. Сонымен қатар жоғарыда смещение цветов батырмасы бар. Бұл жерде нақты 8 түс берілген, солармен нақтылай жұмыс жасаймыз. Көп уақыт кетірмеу үшін жұмыс барысын тез көрсетем. Видеода бәрі түсінікті болады. Кеттік. Бұл жерде айта кететін нәрсе насыщенность, яғни түстерді тым қатты бояп жүрмеңіз, өйткені суретіңіздегі түстер балансын жоғалтып алу ықтималдығы бар. Бұл жағдайда ең маңыздысы сурет сапасы төмендейді. Мінекей бәрін өзіңіз көрдіңіздер. Дейінгі және кейінгі нәтиже. Келесі батырма эффекті батырмасы. Бұл жерде атайтып тұрғандай суретіңізге классикалық фото эффектілерін қолдана аласыз. Бұл жерде әрбір функция нақты немен жұмыс жасайтыны нақты көрсетіліп тұр. Текстура, сурет текстураларымен, четкость, яғни анықтықпен. Удаление дымки бұл жерде суретіңізде тұман немесе түтін болса, бұл функция арқылы сіз оны кетіре аласыз. Винетка суретіңіздің айналасын қарайтуға арналған, яғни біздің жағдайдағыдай басты объект суретіңіздің ортасында болса, сіз осы құрылғы арқылы суретті қараған адамға басты объектке көңіл бөлдіре аласыз. Астындағы центр, растушевка және скругление сол винеткаға қатысты инструменттері.
олармен қалай жұмыс жасайтындығын көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Зернистость көріп тұрғаныңыздай бұл жерде суретіңізге деген бір шум қосатын функция. Оны қазақша шынымды айтсам қалай түсіндірерімді білмеймін. Бірақ нәтижесін өзіңіз көріп тұрсыңыз. Жалпы зернистость сіздің суретіңізге бір ерекше ескі баяғы фотоаппараттар түсіретіндей эффект бере алады. Астындағы размер және плавность функциялары толықтай осы зернистоське қатысты нәрсе. Оны да өзіңіз былай ползуноктарын жылжыта отырып түсіне аласыз. Ендеше осы нәтижені өзіңіз көріп отырсыңыздар. Қайталап айтайын, менің жасағаным бұл нақты заңды түрде осылай істелу керек деген сөз емес. Сіздің суретіңіз басқаша өңделеді. Мен тек сіздерге қалай жасалатынын ғана көрсеттім. Сонымен қатар айта кететін нәрсе, бұл жерде міне қапталда стили және сбросить дейтін батырмалар бар. Стили дегеніміз бұл жалпы Lightroom'ның өзінің орнатылған бояуға арналған бір параметрлер десек болады. Оны мен көбінесе профессионалды фотографтар пайдаланбайды көп. Ал сбросить бұл яғни сіздің жасаған нәрсеңізді бәріңіз толықтай артқа қайтарып, бастапқы суретті қайтып алып келе алатын функция болып табылады. Осымен бітті. Енді видеоның соңында сіздерге пресеттер туралы айтып кеткім келеді. Пресеттер дегеніміз дайын тұрған, өңделген, боялған дайын параметрлер. Оларды бұл қолданбада пайдалану өте оңай. Қалай екенін көрсетіп жіберейін. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай менде пресеттер бар. Сол жерден бір пресетті таңдап, жоғарыда тұрған 3 нүкте тұрған батырмаға басып, копировать настройки дегенге басамыз. Сақтадық. Енді өз суретіңізге кіріп, алып, дәл сол 3 нүкте арқылы вставить настройки деген кезде, мінекей, манағы пресеттегі параметрлер сіздің суретіңізге түсіп, дайын боялып тұр. Бәрі оңай, бәрі өте оңай. Көрдіңіз ғой. Ендеше осылай, видеоның ең басты және маңызды жеріне келіп қалған екенбіз. Сондықтан сіздер үшін мен 10 керемет пресетті ойнатқым келіп отыр. Оларды ұтып алу үшін сіздерге сондағы Инстаграмға бұл бөлім туралы сториске салып, мені отметка жасау, белгілеу, яғни сіздерге белгілеу цифрын жіберем. Сол цифр арқылы мен кездейсоқ түрде жеңімпазды таңдайтын боламын. Конкурс нәтижесі бұйырса желтоқсанның 15-інде дайын болады. Прямой эфирде, мүмкін стористе көрсетіп, кім ұтқанын сол жерде жеңімпазға 10 керемет пресетті табыстайтын боламын. Ендеше рахмет. Бұл менің ең бірінші толықтай түсірілген бөлімім. Алдағы уақытта бұйырса качество қазақшасын ұмытып қалдым. Алдағы уақытта жайлап видеоларымыздың сапасын өсіре береміз деп ойлаймын. Сіздерге рахмет. Видеоны қараған үшін дамый беріңдер.